Сәлем достар, бүгін сіздермен Американың пикаптар нарығындағы белді ойыншылардың бірі Dodge Ram 1500-дің 2025 жылғы нұсқасы жайлы айтатын боламыз. Жалпы өздеріңіз білгендей, Америка нарығындағы пикаптар деген ерекше бір сынып. 2022 жылдың статистикасына жүгінер болсақ, ақш-та шамамен 2.500.000 пикап сатылған екен. Иә, бір жылдың ішінде 2.500.000 пикап сатылып отыр. Ал енді осы Dodge компаниясына тиесілі болған Ram модельдері бір жылда 400.000 дана сатылып отырса, білесіздер, біздің Қазақстанымызда бар жоғы 30.000-ға жетер-жетпес жаңа машина сатылады, ал тек Dodge Ram модельдерінің өзі ғана ақш нарығында 400.000 дана сатылып жатыр екен. Бұл 2022 жылғы статистикаға сәйкес. Бестселлер деп саналатын Ford F сериялы пикаптарын айтатын болсақ, олар 2022 жылы 820.000 данамен ақш нарығында таралып отыр. Chevrolet'нің пикаптары бар, Chevrolet Silverado және басқалары, олар болса 561.000 данамен екінші орынды иеленіп отыр. Әрине, Ram маркасы үшін мұндай артта қалушылық қанағаттанарлық жағдай болуы мүмкін емес. Сол үшін Dodge-дың инженерлері 2025 жылғы модельдік қатарға жаңа Ram 1500 моделін қосты. Бұл Ford пен Chevrolet'нің доминациясын бәсеңдетуі тиіс. Ендігі жерде Ram 1500-дің ерекшелігіне келетін болсақ, гибридті жетекті модельдің бір бакпен жүру ұзақтығы 1100 км. 3,6 литрлік Pentastar V6 e-torque моторы генератор қызметін атқарады. Және керек болса, жүктеме ауыр болып жатса, ол тарту қызметінде атқарып кете береді. Гибридтің сондай ерекшелігі. Батареяларына келетін болсақ, 92 киловатт сағаттық және 130 киловатт қуат өндіретін генератормен қосақталған гибридті жетек. Яғни оның жаңа біз айтқан 3,6 литрлік Pentastar моторы 130 киловаттық қуат өндіретін генератор қызметінде атқарады. Соның арқасында жалпы гибридтік жүйе 663 ат күшіне тең және 898 ньютон-метр айналдыру моментін береді. Бір қызығы, соншама ауыр бола тұра, үлкен бола тұра, толық өлшемді пикап 0 мен 100 км/сағат жылдамдыққа бар жоғы 4,4 секундта шығады. Ал пикаптың максималды жүк көтеру мүмкіндігі 1190 кг. Және сүйрейтін тіркемесінің максималды салмағы болса 6350 кг. Жылдам зарядтау порты максималды 145 кВт сағатты қуатты қабылдай алады. Яғни сіз жылдам зарядтау портына қоятын болсаңыз, автомобиліңіз небәрі 40-45 минутта зарядталып шығады деген сөз. Бортындағы батареямен тіпті үйді де жарықтандыра аласыз. Автомобилдің бойынан беретін тоқ күші 7,2 киловатт сағат. Ол дегеніңіз, білесіз, болгарка болсын, тоңазытқыш болсын, ас плитасы болсын, бәрінде қуаттандыруға жетеді. Батареяны рекуперациямен толтыру функциясын қосып қоятын болсаңыз, тежегіштің не екенін ұмытып кетесіз. Газды басқан кезде автомобиль алға жүретін болса, газды жіберген кезде мотор генератордың арқасында рекуперация жасалып, автомобиль өздігінен тежеле береді. Ram 1500 2025 жылғы модельдің салонына келетін болсақ, бұл нарыққа шығарылған Ram модельдерінің ішіндегі ең люксі болып отыр. Аудио системасы да керемет, 1228 ваттық аудио системамен жабдықталған. Сонымен қатар қауіпсіздіктің ең соңғы электрондық көмекшілері қарастырылған. Салонның әдемілігі мен оның мультимедиялық мүмкіндіктері де заман талабына сай. Автономдылық басқарудың 3-ші буынына сәйкес қатарды ұстап тұру, парк ассист, соғысудың алдын алу сенсорларымен жабдықталған. ақш нарығындағы бағалары Dodge Ram 1500-дің $58.000 басталады. Әрбір қазағымызға осындай керемет автомобильдер жұғысты болсын. Каналымызда қалғандарыңызға үлкен алғыс айтамын.